Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге Ұларбек Дәлейұлының «Бәйжейге Қытай келген жыл» атты әңгімесін баяндамақпын. Оқырмандарымның 96% менің каналыма тіркелмеген екен. Сіздерден менің каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Жақсы тыңдалым болсын. Мен оқуға түсетін жылы Серелік тауы баурайындағы Бәйже басын жалғыз үй жайладық. Көктемнің көк жылы мұнары тұнған сай-саладан көгарша мен тобылғы иісі мұрын жаратын. Боз жусаны бұрқыраған Көбеш Батыр моласы дөңіндегі жұртымыз ескіріп кетті. Көшер алдында ескі жұрт маңы тұяқ кесті болып, көген құрар жер алыстап кетті. Биыл жұрт жаңалаймыз деген әжемнің уәжі бойынша Бәйженің тіремесіне қондық. Атамның көші-қон ісімен ежелден шаруасы жоқ. Жылдағы әдеті бойынша жирен атын ерттеп мініп, кезінде осы тауларда бірге соғысқан көзі тірі шалдарды іздеп кетті. Әкемнің екі ағасы су орған терең жарғабақ бойын күрекпен қашап, жол салды да арбалы көшті аман өткізді. Тұма көзі ежелгі батырлар киген дулығадан аумай бұрқылдап қайнап тұрған бұлақ суы босағамызды жанай ағып жатады. Сырт көзге тіршілік сарыны оңашада осылай бір сарынды көрінгенмен, мен үшін қайнаған базар таусылмас қызықтығын. Өзге үйлерде алыс-алыс қонған, ойнайтын бала аз. Күндізгі ермегім ұзақ өріске бара алмайтын кенже туған бұзаулар мен лақтарымды қосып бірге жаю. Оған қоса апамның туырлық басуға жиған жүн сабайтын ұшқат сабауларынан жуанырақ біреуін ұрлап алып садақ иемін. Жебе қорымда дайын. Апамның қазан бетін жабатын ойдың шиінен 3 қатар өріп жасалған шыптасы. Сүт пен май сіңіп әптен кепкен діңі ірі бірнешеуін әр жерден таңдап суырып аламын да, басына жапырып ұштаған шегені жіңішке сым темірмен орап, сабына қырғи соғып өлтірген кептелердің қауырсынын қадаймын. Түске дейін ерте көктемде арықтап өлген ешкі лақтың қатқан тулағын тас үстіне тігінен қойып атып ойнаймын. Бұлақ басындағы көк жасанға жайылуға келген тарақ құйрықтарды нысанаға аламын. Баспалап жатамын да, адам есінен секем алып тік тұрған тарақ құйрықтарды дәлдеймін. Шірей тартқан адырнадан зулаған жебе кейде тура қасына сазды шымға қадалады, кейде нысанаға дәл тиеді. Арқасынан берден қадалған ши оқты сүйрей қашқан дала тышқандары ініне жеткенімен, қадалған жебе тіреп қалып ін аузында шыр-пыр болады. Қызығы үшін атқаныммен жаным ашып, қадалған оқты суырып алып тірі жібере саламын. Сәскеге қарай аңғар іші қазандай қайнайды. Тастан тасқа секіріп, беталды шашыраған лақтарымды жинап, үйшікке қамаймын да, іргесі тірулі киіз үйде бір деммен соққан самалға арқамды беріп, апамның тізесіне басымды қойып ұйқы соғамын. Апамның кеудесінен аңқыған мейірімі мен қалампыр иісі қандай ғажап еді шіркін. Жаздың алғашқы айлары осылай өтті де, шілде туа жаңбыр басталды. Жауын басылған әредікте төмен жақтағы биік шоқыға шығып, батыс тарапты бақылаймын. Бұл шоқыдан тұрғынның біраз алқабы, көрші қыстақтар, бұршақ атысындағы қыбырлаған адамдар бәрі көрініп тұрады. Әр тарапқа кететін айқыш-ұйқыш арба жолдарда бірен-саран атты адамдар өтіп жатады. Арасында иінағашқа дәу сары сумкаларын қос-қостан ілген саудагер кезбе қытайларды қаптап кетеді. Оларды сыртынан ғана байқағаным болмаса, тура жанынан түс тоқтатып көрген емеспін. Атты адам көрсе зәресі ұшатын олардың 2-3-тен алыс жаяуларға дейін аралап, киім-кешек, айна-тарақ сатып, жаяу сауда істейтінін жәден адам айтып берген. Сол жаңбырлы шілденің бір күні аспан толастап қалған бір сәтте үлкендердің бәрі қыстаққа түсіп кетті. Түс ауа жаңбыр қайта құйды. Күн күркіреп, аспан әмірі от қамшысын олай да бұлай да сілтеді. Апам екеуміз қу аша мен тезекті араластыра жағып, түндікті көтеріп қойып, шай ішіп отырғанбыз. Есік баяу ашылып, иінағаштарына ауыр сөмке ілген 2 қытай кіріп келді. Киімдері малмандай су. Босағаға жүктерін қойып, кібіртіктей тұрып қалды. Бірі ілмеген арық, екіншісінің бойы тым аласа, менен сәл ғана биіктеу. Түрлерін қорқыныш басқан, көздерін өлім алдында тұрғандай үрей жеңген. Дәрігер әкеме еріп, таудан тау асып,
талай ауырған адамдардың қасында болған, талай адам өлімін көрген мен үшін бұл көздер таңсық емес еді. Өздері дір-дір етеді. Қолдарымен аспанды нұсқап, қытайшалап әлденелерді айтады. Ауыздарын ішін көрсетеді. Бұрындары апам, қытайлар қазақтан, зираттан, күркіреген күннен, түйе мен аттан өлердей қорқады деген сөздерін талай естігенмін. Олардың найзағайлы жаңбырдан пана тілеп тамақ сұрап келгенін түсіндік. Апам, әдіре қалғырлар, төрімде күтетін құдам емессіңдер, жауын басылғанша осында отыра тұрыңдар деді де, ошақ басында жатқан тулақты босаға жаққа төседі. Ыдыстарының ішінен таңдап, кетік 2 кесені алып, ыс басқан қара шәугімнен шай құйып, таба наннан екеуіне 2 үзіп ұстатты. Кебежеден ірімшік құрт алып алдарына қойды. Алғыстарын емеурінмен білдірген екеуінің жүзіне жылу кірді. Аласа бойлысы ыржиып күлгенде, айқаса өскен орсақ тістері кепін кетіріп-ақ тұр. Аз-кем уақыттан кейін жан шақырып, бойлары жылынып, өз тілдерінде әлденелерді айтып сыбырлай сөйлесіп отыр. Сыртта ауық-ауық күн күркіреп, шарт еткен дау шықса екеуі бастарын бұға қалады. Мен сықылықтай күлемін. Апа деймін, Қытай дегенің де біз сияқты тамақ ішетін кәдімгі адамдар екен ғой. Ауданнан Шегіртайға дейін жаяу жеткенше өліп те қалатын шығар. Көтерген ауыр жүктері тағы бар. Жауын басылғанша біздің қыстақтағы үйде жата тұрса болмай ма? Тәйтәрі, бұларды адам баласы демесең мұсылман емес. Біздің көп өміріміз осылар салған соғыстың лаңымен өтті. Бұларды атаң көрсе ұстамасы ұстап шекесі тырысып қалады. Біздің жер бұлардан тазарып-ақ қалып еді, соңғы жылдары қайта қаптап кетті. Түбі тыныш болса екен. Туырлықтың тамшы өткен әр тұсын ала бақанмен көтеріп жүріп, зерге бастадым да екеуінің сөмкесін ашып көрмек болдым. Ойыншық мылтықтар мен тәтті кәмпит шықса қоймай сұрап алмақпын. Жүктеріне жақындаған мені үнсіз бақылап үрпиіп екеуі отыр. Сары қаптың аузын ашып, ішін ақтара бергенде апам ұрсып тыйып тастады. Аспан әмірінің қаһары қайтып, найзағай тоқтады. Селдетіп өтіп, ашуы тарқаған күн жарықтық жалғыз үй отырған аңғарға алтын сәулесін шашты. Жарыса тысқа шықтық. Шығыс беткейге Талдысай жаққа түскен кемпір қосақ нұры ертегі әлеміндей көз тартады. Кетуге ыңғайланған 2 Қытай жүктерін иықтарына іліп, қолдарын жұптап, ыржаңдап, бастары изең-изең етті. Алғыс жаудырып тұрған түрлеріне де бір жымысқылық жатқанын бала болсам да сезіп тұрмын. Шақырусыз келген қонақтарды көзбен ұзатып салдық. Тыртиған бойларына қарамай, ауыр сөмкелері бұлғақтаған екеуінің аяқ алысы өте жеңіл. Қияқ сайды құлдап, молда жұртынан арасып, көзден ғайып болғанша қарап тұрдық. Үйге кіргенде апам тосын қылық көрсетті. Оттың басына шақырып, жапырақтай құрым кезді өртетті, басымнан аяғыма дейін соңыра 2 қолымды аластай бастады. Ұшық кет, кет пәлекет кет, 7 белден жылай кет, 40 белден құлай кет, 6 белден ары кет, Асқартаудан былай кет. От иесі Тәңірім, жарығымды сақта, су иесі Сүлеймен, құлынымды сақта, алас. Дұғасын оқып бетін сипады. Түтіні бықсыған құрым кейіс қалдығын күлге көмді. Қытайлар отырған тулақ пен шай ішкен 2 кесені шымшуырмен алып, тышқан тескен ескі кендір қапқа салды да қолыма ұстатып. Бір қолыңа күрек ал. Былтыр қасқыр шауып қырылған қойлардың өлексесін тастаған жыра бар ғой, соған апарда терең қазып көміп таста, деп қысқа қайырды. Бірде атама еріп қыстаққа барғанымда осы іс жайлы өзіммен тете өскен 2 ағам айтып бердім. Екеуміз бұл жазды бәйжеге Қытай келген жыл деп атап кеттік. Арада тағы 3 жыл өтті. Велосипедке қожын қосқалаңын артып, фотосуретке түсіретін, аяқ кем жамайтын, балмұздақ сататын Қытайлар қаптай бастады. Солардың ішінде қашыр жеккен арбасына, өз ауласына еккен көкөністің түр-түрін түйеп алған арық қара Қытай жігіт біздің қыстаққа жиі келетін болды. Ауыл адамдарының бәрі сай-салаға, сөрті, бәйже, саз жайлауларына қотарыла көшіп кеткен. Қыстақта егін шөп қамымен, қора-қопсы жамаумен айналысып, кілең салт жігіттермен қорада малы көшуге күйі жоқ бірді-екілі жарлы үйлер һәм шілде басында жазғы каникулға тарайтын бастауыш мектеп оқушылары қалған. Ол шақ елді жоқшылық, жерді қуаңшылық жайлаған сүреңсіз жылдар еді. Малдың бәрі тауда, қорада қалған. Қыстақта қалған әйелдер 5-10 тауығының жұмыртқасын жинап жүретінде, оны шарбақ көтеріп, есек жетелеген, қашыр жеккен Қытайлардың көкөнісіне айырбастап талғажау жасайтын. Қыстағымыздағы жалғыз ұйғыр
әкелген есекке көзіміз үйрене бастағанымен қашыр деген жануарды да бірінші рет көруіміз. Қазақтың арасында өсіп, әжептәуір тіл сындырған әлгі Қытай тұрғын бойындағы барлық қыстақтарға осылай сауда жасап, қоңданып байып алған. Біртіндеп оның аты Яң Бау Жүн екенін білдік. Тілі келмеген қазақтар оны Яң Қытай деп атап кетті. Жалпы тұрғын көлемінде Яң, Таң фамилиялы қытайлар көптеп қоныстана бастаған кезде, сол жылдар жергілікті қазақтардың да көзі әбден үйренген. Қытайлар өзен бойын, жол жиегін, базарлардағы ұрымтал жерлерді ақырындап иелігіне өткізіп жатыр деген қауесет ел ішіне кең тарап еді. Біздің қыстақта ақыл-есі толық емес, бір көзі қыли, үнемі аузына сілекейі ағып жүретін Рабиға дейтін жесір әйел болатын. Күйеуі ертеректе отын тасып жүріп, кілең айналмада аударылған шананың астында қалып қайтыс болған. Яң Қытай сол әйелге қырындап жаман сөздер айтқанын қыстақ әйелдерінің құлағы шалып қалады. Оны естіген ауыл жігіттері де тісін қайрап жүретінін білетінбіз. Шілде айы жақындағанда тауға кетуге аңсарымыз ауып, оқудың да берекесі қашатын. Бір күні көрші ауылдан келіп оқытатын мұғаліміміз келмей қалды да, түс ауа мектеп терезесінен секіріп, бақша дуалынан асып сабақтан қашып кеттік. Екі жағын зәулім теректер қоршаған көшені бойлап келе жатқанбыз. Қыстақтағы жалғыз дүкеннің алдында топтасқан адамдарды көріп, қасына келсек, қашыр жеккен арба аударылып жатыр. Айнала шашылған көкөніс, жарылған жұмыртқалар. Екі доңғалағы көктен келген арбаның оқтығынан шыға алмай тыпырлаған қашырдымы құрып үнсіз жатыр. Дүлей ыза буып, көздері шатынаған Данай мен Салтанат әлгі Қытайды шаңға аунатып кезек-кезек тепкілейді. Қолы қарымды дударбас Салтанат әлгі Қытайды екі иығынан ұстап тік көтергенде қолтығы айырылған ақ жидесі түріліп, арқасы ашылып қала береді. Жалаңаш арқаға былш-былш тиген жұдырықтан көзі ақиып кеткен байғұс Яң Қытай: «Менің де жазық жоқ, меніңкі сәй, сатып келеді, мені ұрмайды, кешіреді» деп шыр-шыр етеді. Жүзі жан қорқардай сұрланған Данай: «Иесі жоқ, қорада жатқан есуас қатын екен деп жүрсің бе? Енді осы қыстақтан көзім шалса басыңды шалғымен шабамын» деп ақырды. «Енді келсең тоғанға тұншықтырып өлтіремін, болмаса шөлге апарып тіріде көмемін» деп айқайлады Салтанат. Ауылдың біразы құлақтанып үлгерген айқай-шудың үстіне Мәрзия апай келіп: «Мұнда енді келмейді, көктерекке қайта келмейді» деп езуі жыртылып, аузын қызыл қан жапқан Қытайды арашалап алды да: «Бұл да жан иесі, Қытай болса да анадан туды, өлтіріп қойсаңдар босқа сотталып кетесіңдер» дегені есінде қалыпты. Ертесі сабақтан түскі үзіліске тарағанымызда тұрғынның орталығында сақшы болып жұмыс істейтін Толқын деген жігіттің Салтанатты ертіп бара жатқанын көріп қалдық. «Апарып қамайтын болды» деді Момын Азатбек досым. «Ауданға әкетеді, 15 күнге диалы ашады» деді бұзақылықты алдына жан салмайтын көсеміміз Тасқын деген бала. «Ештеңе істемейді, сақшы мекемесіне апарып сұраққа тартады да пал салып қоя беретін шығар» деді Ұзынтұра Ерболат досым. Ұзынтұра Ерболат досымның айтқаны келді. 2 күннен кейін Салтанат пен Данай қайтып келіпті. Сабақтан тарағанда атыз басында бидай суарып жүрген екеуін көрдік. Көшені өрле дүкен алдындағы көпірде жиналып, темекі тартып, қысыр кеңес соғып тұрған үлкендердің қасына келдік. Әңгіме сол Яң Қытай төңірегінде екен. Көктерек қыстағында болған мұндай елеулі оқиғалар жұрт аузында айға жуық жүретін. Мінезі ожар, батыр шалыс Қайса деген кісі. Көресіңдер әлі, бұл Қытайлар аман болса, төбелеріңе талай әңгір-таяқ ойнатады. Бүгін үндемегеніммен сақшыларда ертең-ақ осылардың сөзін сөйлейтін болады деп кіжінді. Бұл күндері шалғайда шекараның арғы бетінде қалған аяулы көктерегім, ондағы қымбатты ауылдастарым жайлы үнемі үрейлі түс көремін. Бірде Бәйже басындағы ескі жұртымызға келген екі Қытай Көбеш батырдың зиратын қазып жатады. Бірде аузынан сілекейі тоқтамайтын есік кембағал Рабиғаны Яң Қытай шаңға аунатып тепкілеп жатқанын көремін. Көйлегі далды жыртылған, ашық қалған омырауынан аққан сүт менің кіндік қаным тамған келі топыраққа сіңіп бара жатады. Қай жерден тамақ табылса, сол жерді отаным деп санайтын олар қазір Бәйжедегі көне жұртымызға да қожа соғып, егін егіп алған шығар. Елубай құдығына апарар арба жолдың сұлбасы жоғалып, бақ-бақ гүлі мен жалбыз қаптап өскен шығар. Біз асып кеткен батыс тауға түйдектеле бұлтиылген болар. Шілде туа тұтас тұрғын алабын, сайсаланы жуындырып нөсер басталады әлі.